Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай тауық етімен палау жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет дәмді шығады. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен бізге керегі тауық еті, пияз және сәбіз. Ең бірінші пиязымызды осы видеода көрсетілгендей турап аламыз. Қазанымызды қыздырып, май құямыз. Қызып тұрған майға туралған пиязымызды салып, жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Қызартып қуырып алған пиязымыздың үстінен тауық етімізді саламыз. Тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді тауығымызды осылай аударып, екінші жағын қуырып аламыз. Пияз бен тауық етіміз қуырылып жатқанда сәбізімізді турап алайық. Сәбізімізді бірінші осындай домалақша етіп турап шығамыз. Содан соң сәбізімізді осылайша ұзынша етіп турап шығамыз. Туралған сәбізімізді қазанға саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, қуырып шығамыз. Енді мен қара бұрыш қостым және зира қостым 1 шай қасық. Аздап куркума қостым. Үстінен қайнаған су құйып, қақпағын жауып, 30 минуттай қайнатып аламыз. Қазанымыз қайнағанша күрішімізді жуып аламыз. Күрішімізді жақсылап тазалап, 5-6 рет қайтарып жуып аламыз. Енді қазанымызға жуылған күрішімізді салып шығамыз. Күрішімізді осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Күрішіміз сәл ғана суға батып тұру керек. Қазанымыздың астын қатты қойып, су тартылғанша дейін осылай күтеміз. Көріп тұрғандарыңыздай суымыз тартылды. Күрішімізді осылай лопатканың көмегімен біркелкі етіп жинап шығамыз жан-жағын. Су тартылып болған соң қазанның астын жай қоямыз. Қазанның бетін осылай фольгамен жауып алдым. Фольга болмаса, пищевой бумагамен жапсаңыздар болады. Міне палауымыз да дайын болды. Күрішіміз осындай шашыраңқы, әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады.
палауымыз осындай өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлвера.